Жүсіптің адамдары Серхаттың көзін байлап, қараусыз қалған ғимаратқа әкесімен кездестіру үшін алып келеді. Жүсіп көліктен түсіп, олымен бетпе-бет сөйлеспек болған сәтте, Джан полиция қызметкерлерін ертіп келіп, оны тұтқындауға әрекет жасайды. Алайда әке мен баланың кездесуі аяқсыз қалып, Жүсіп айласын асырып, полицияның қолына түспей қашып кетеді. Негізінде, Серхат Жанға әкесінің адамдары оны аңдып жүргенін алдын ала ескерткен болатын. Кездесу барысында Серхат Жанға әкесінің ауыр дертке шалдыққанын және оның жалғыз тілегі өзінің ісін жалғастыруды айтқысы келген еді. Бірақ Серхат бұл ұсыныстан үзілді-кесілді бас тартады. Ұлының шешіміне қатты ашуланған Жүсіп одан кек алуға ант етеді. Бұл оқиға жайлы Серхат Зейнепке ештеңе айтпайды. Кейін екеуі Зейнептің ата-анасының үйіне барады. Сол жерде Серхат әріптен Зейнеппен шынайы некелесуіне рұқсат сұрап, оны өмір бойы бақытты ететініне уәде береді. Зейнеп бәріне кофе дайындап жүргенде, әріп қызының қолын беруге келісетінін білдіреді. Кейін дастархан басында Гамзе Серхат пен Зейнеп Анталияға көшсе, қонақ үйді Мұстафа басқаруы керек деген ұсыныс айтады. Алайда әріп бұл пікірді қолдамайды. Эбру да Гамзенің сөзіне қарсы шығып, Серхаттың үлкен ағасы барын еске салады. Мұстафа да мұндай ұсынысты құптамай, дастарханнан тұрып бөлмесіне кетіп қалады. Артынан Гамзе оның бөлмесіне барып, қонақ үйді басқаруға көндіруге тырысады. Бірақ Мұстафа туыстықты пайдаланып мансапқа жетуді қаламайтынын айтады. Гамзе мұндай мүмкіндікті жіберіп алмауға үгіттегенімен, Мұстафа оған егер Серхаттың туысы болу үшін ғана тұрмысқа шығуды ойласаң айырылысқанымыз дұрыс деп үйіне қайтуын сұрайды. Бөлмеден шыққан Гамзе әріп пен Рефиканың көзінше өтірік жылап, Мұстафа мені үйден қуып отыр деп шағымданады. Эбру Пелинмен бірге жаңа бизнес жобасын бастайды. Пелин Эбруға байланыс үшін арнайы визитка жасап береді. Өз аты жөні жазылған визитканы көрген Эбру қатты қуанады. Алайда дәл сол сәтте екеуін Жүсіптің адамдары күштеп алып кетеді. Жүсіптің адамдары Пелинді Серхатқа маңызды хабар жеткізуге мәжбүрлейді. Не болып жатқанын түсінбей абыржыған Эбруды Пелин сабырға шақырып, олардың талабын орындауға көндіреді. Кейін Пелин Серхаттың жұмыс орнына барып, Жүсіптің мұрагерлік ісін өз қолына алуын, егер бұл ұсыныстан бас тартса соңы өкінішке әкелетін сәлемдемесін жеткізеді. Ал Гамзе Мұстафаға ренжіп, киімдерін жинап, үйден кететінін Рафикаға айтады. Сол кезде үйге Нұрай келіп, қызына қатты ұрсады. Ол болған жағдайдың кесірінен елге масқара болғанын айтып, ашуын білдіреді. Рафика екеуін сабырға шақырып, кешке Мұстафаның Гамзеге тосын сый жасайтынын айтып, болашақ келінін қуантады. Рафика сыртқа шығып, Мұстафаға телефон шалып, бір сәттік ашумен Гамзенің өмірін құртпауын өтінеді. Бірақ Мұстафа Гамзенің әрекеттерінен әбден шаршағанын айтып, әңгімені аяқтайды. Осы уақытта Мұстафа Азрамен кездесіп қалады. Ашуға булыққан ол Азраға шындықты айтып, сенің кесірінен Гамзеге үйленуге ұсыныс жасадым деп мойындайды. Мұны естіген Азра көп ойланып, Жиханмен арадағы қарым-қатынасын бір жола тоқтатуға шешім қабылдайды. Кейін Эбру әпкесі Зейнепке той көйлегін таңдауға көмектесу үшін дүкенге барады. Зейнеп сән-салтанаттан гөрі қарапайым той көйлегін таңдайды. Сол күні кешке Серхат қыздардың оқу жылын сәтті аяқтағанын атап өтіп, бәріне сыйлық береді. Ал Кадерге әдемі қолсағат сыйлайды. Қатты толқыған Кадер Серхатты құшақтап, әкемсіз болғанда ғой деп жүрек жарды сөзін айтып қалады. Жұмыстан оралған Мұстафа анасының өтінішімен Гамзеге шоқ гүлдерін сыйлап, одан кешірім сұрайды. Осы кезде Зейнептің үйіне анасы мен Эбру келіп, қызының жасауын әкеледі. Алайда Сивин бұл ескі салт дәстүрді құптамай, өзінің наразылығын білдіреді. Ал аулада ойнап жүрген Кадер күтпеген жайттың куәсі болады. Ол терезеден Жиханның бөлмеде еш қиындықсыз өз аяғымен жүріп жүргенін көріп, қатты таңырқайды. Азра тәжірлердің үйіне келеді. Сол жерде Кадер оны қарсы алып, Жиханның шын мәнінде өздігінен жүре алатынын айтып қояды. Мұны естіген Азра бірден Жиханның бөлмесіне кіріп, оның жүре алатынын бетіне басады. Алайда Жихан бәрін жоққа шығарып, өтірігін жалғастыра береді. Ашуға булыққан Азра оның сөзіне сенбей, бөлмеге бензин шашып, әдейі өрт қояды да үйдің есігін сыртынан жауып кетеді. Сол сәтте Иким мен Хаял әкесіне Жиханның үйінен түтін шығып жатқанын айтады. Үйдегілердің бәрі жүгіріп келеді. Ал Сивин мүгедек ұлын құтқармақшы болып, Азраға дереу есікті ашуды айтады. Азра барлығына Жиханның көптен бері өтірік айтып, өздігінен жүре алатынын жария етеді. Көп ұзамай Жихан өртеніп жатқан үйден өз аяғымен шығады. Осылайша оның ұзақ уақыт бойы жасырып келген құпиясы әшкере болады. Бұл жағдай Сивиннің ашуын туғызады. Ол Жиханға енді менің сен сияқты ұлым жоқ деп теріс айналады. Ал Серхат күзетшілеріне Жиханды үйден шығарып жіберіп, оны бұл жерге кіргізбеуді бұйырады. Кейін Эбру Зейнепке есте қаларлық бойдақтар кешін ұйымдастырады. Кеш өте көңілді өтеді. Зейнептің тұрмысқа шығатынын естіген Берак сол кешке келіп, Серхат сені менің арқамда байқаған ет деп өкінішін білдіреді. Берактың бұл сөздері Зейнептің көңіліне күдік ұялатады.
Сол түні ол Серхатқа аздап ренжігенмен көп ұзамай екеуі ашық сөйлесіп түсініспеушілікті артта қалдырады. Аялдамада жалғыз отырған Жиханды Жүсіптің адамы келіп алып кетеді. Келесі күні Серхат үшін ерекше күн туады. Бұл оның туған күні әрі үйлену тойы болатын. Жақындары оны құттықтап, сыйлықтарын табыстайды. Сол сәтте әкесінен де құттықтау келеді. Ол ұлына ең үлкен сыйлығының әлі алда екенін айтып, жұмбақ хабар жібереді. Ал Берак Серхат пен Зейнептің тойын бұзуға әрекеттенеді. Ол тойды ұйымдастырушы компанияға хабарласып, Зейнеп тойға тапсырыс берген қызыл раушан гүлдерінің орнына өзінің сүйікті лала гүлдерін жеткізеді. Мұны көрген Зейнеп бұл істің артында Берак тұрғанын сезеді. Дегенмен Эбру Пелинге хабарласып, қажетті раушан гүлдерін тауып, тойдың дайындығын уақытында реттеп үлгереді. Осы уақытта Азра Мұстафамен сөйлесіп, Гамзеге үйленбеуін өтінеді. Сезіміне ерік берген ол Мұстафамен сүйіседі. Бұл көріністі көрген Гамзе қызғанышқа бой алдырып, Азраны баспалдақтан итеріп жібереді. Есін жиған Азра ішіндегі сәбиіне бірдеңе болғанын айтып жанұшыра айқайлайды. Мұстафа басқаларына дереу жедел жәрдем шақыруды талап етеді. Севим немерелерімен бірге Серхат пен Зейнептің тойына келе жатқанда, жолда Жүсіптің адамдары көлікті тоқтатып, қыздарды күштеп алып кетеді. Шошып кеткен Севим бірден Серхатқа хабарласып, болған жағдайды жеткізеді. Жүсіптің адамдары қыздарды екі бөлік жүк көлігіне отырғызады. Көп ұзамай Серхатқа әкесі қоңырау шалып, қатыгез таңдау ұсынады. Ол ұлына туған қыздарын Хаял мен Илкимді не Кадерді құтқарасын деп жүк көлігі Грузияға баратынын айтады. Ауыр шешім қабылдауға мәжбүр болған Серхат туған қыздары Хаял мен Илкимді құтқарады. Ол қыздарын аман-есен қонақ үйге әкеліп, Джанға тапсырады. Ал Зейнеп Серхаттың асығыс кетіп бара жатқанын көріп, Кадерден айырылғанын түсінеді. Осы уақытта Жүсіптің адамының бірі Жиханға Нижаттан қалған әлгі конвертті табыстайды. Жихан конвертті ашқанда ішінен ДНК сараптамасының нәтижесі шығады. Сараптама қорытындысында Кадердің биологиялық әкесі Серхат екені нақты дәлелденген. Осылайша бірінші маусым күтпеген оқиғалармен аяқталады. Кадердің шынайы әкесі туралы құпияның ашылуымен оның тағдыры екінші маусымда көрсетіледі.